Сәлем достар, менің есімім Алишер. Енді өздеріңіз білесіздер, осы жақында біз Galaxy S2-ге видео шолу жасаған болатынбыз. Әрине сапасы өте төмен болды. Сондықтан біз оны қайта жоғарғы сапамен қайта түсірмекші болып шештік. Енді бүгін студиямыздың қонағы Galaxy S2. Міне өздеріңіз көріп отқандай, міне Galaxy S2. Енді бұл 2011 жылдың ең үздік смартфоны атанғанын өздеріңіз білесіздер. Екінші орында iPhone 4S болып табылды. Енді бұл енді iPhone-нан да күшті деген, енді не деген сұмдық бұл енді. Apple компаниясының iPhone-нан да күшті. Міне егер сыртына қарайтын болсаңыздар, міне дизайны өте керемет жасалған, қалыңдығы 8,5 мм, және де экран дисплейі 4.3 дюйм. iPhone 4S-те 4 дюйм, бұл да 4.3 дюйм, яғни 3 дюймға үлкенірек. Енді бұны сыртына тағы да қарайтын болсақ, міне 5 түрлі басатын батырмасы бар арнайы. Біріншісі міне дауысын жоғары шығаратын, екіншісі дауысын төмен түсіретін, үшіншісі міне оң жағындағы блокты қосу немесе блоктан шығару батырмасы, және міне ортаңғы ең бастысы. Енді тағы да сыртына қарай кететін болсақ, міне артқы фото және видео камерасы 8 мегапиксель, вспышкасымен және автофокусы бар. Енді тағы да міне үстіне қарайтын болсақ, міне 3,5 мм наушникке арналған арнайы ұяшық, және міне астына келетін болсақ, міне телевизорге қосатын немесе USB-ді қосатын өзінің ұяшығы бар. Енді бұл Galaxy S2 неліктен бұл 2011 жылдың ең үздік смартфон атанды десеңіздер, бұда енді өзінің жады 16 гигабайт, бұның екі түрі бар, 32 және 16, біздің қолымызда 16 гигабайттық, және өзінің жиілігі процессорының 1,2 ГГц, 2 ядролы, яғни 2,4 ГГц. Бұның енді өзінің азуының жадына келетін болсақ, ол азуы 1 гигабайт. Енді бұның ішіне кіріп көрейік. Міне ішіне кіру үшін оң жағындағы міне блоктан шығару батырмасын басасыздар, сол кезде міне экраны жанады. Экран жанған кезде міне суретті кез келген жағынан ұстап, кез келген жағына алып тастасаңыздар болады. Міне басты мәзірі виджеттерге толы, өзінің арнайы виджеттері немесе қосымша виджеттерді өздеріңіз жүктеп алсаңыздар болады. Енді мысалға міне ең қызығы бұл жерде виджеттерді қосып көрейік. Міне қосу үшін міне оң жағындағы сенсорлы батырманы басасыздар, және міне добавитті басасыздар. Добавитті басқаннан кейін міне виджеты бұл жерде өте көп өзінің виджеттері бар. Кез келген біреуін мысал ретінде қосып көрейік. Мысалға Google-дың мысалы міне іздеу виджеті. Міне өзін қай жерге қоюға болатын өз бірден көрсетеді. Міне қойсаңыздар, міне все. Міне Google-дың іздеу виджеті пайда болды. Енді бұда міне кері қарай қайту үшін міне кері қарай жүретін өзінің арнайы сенсорлы батырмасы бар. Енді бұл басты мәзірі болатын. Енді қосымша мәзіріне кіріп көрейік. Қосымша мәзіріне кіру үшін приложение дегенді басасыздар. Міне оң жағында тұр приложение. Бұл жерде өте көп өзіне орнатылған бағдарламалар бар, немесе сондай-ақ қосымша сіздер Android-тың маркет сайтынан ала аласыздар. Мысалға енді өте пайдалы, бұл жерде өте пайдалы бағдарламалардың бірі, ол әрине кітап оқу бағдарламасы болып табылады. Мысалға міне iReader-ді алатын болсақ, міне бастапқы мәзірі осындай, менің кітапханам осындай. Мысал ретінде бірінші кітапты алайық. Міне кітаптың бетін ашу сіздерге ләззат алып келеді. Міне ашу арқылы кітапты оқи беріңіз және оқи бергіңіз келеді. Енді сіздерге көрсеткім келіп отқаны бұл 8 мегапиксельдік өзінің арнайы камерасын көрсеткім келіп отыр. Ол записті Full HD сапада түсіреді. Яғни 1080p-да 1980 және де 1080p өзінің расширениесіне түсіреді. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, міне сапасы өте жоғары. Бұнымен сондай-ақ кез келген видео түсіре берсеңіздер болады, видеоблог түсірсеңіз болады, өзіңіз үйде любительский немесе профессионалды түрде дейді ғой. Сол сияқты кез келген видео түсірсеңіздер болады. Енді түсірілген фотоларды көру үшін сіздер міне жаңа қосымша мәзір арқылы галереяға кірсеңіздер болады. Міне галереясы өте әдемі жасалған. Міне өздерінің папкаларына бөлінген суреттер. Мысалға біріншісін ашайық. Міне
міне суреттер тізімін көрсеңіздер болады. Суреттер немесе және де сондай-ақ видеолар. Мысалға бір сурет ашып көрейік міне. Бұны жақындату үшін бұл дисплей multi-touch ретінде қолданылады, яғни екі немесе одан да көп саусақпен бір мезгілде қолдана берсеңіздер болады. Міне жақындату үшін ашасыздар, алыстату үшін екі саусақты жабасыздар. Міне оңға солға жүру арқылы суреттерде өзің парақтарын ауыстырсаңыздар болады. Міне кері жүру батырмасы арқылы шығып кетесіздер. Енді бұл жерде айта кететін ең басты бағдарламалардың бірі ол Keys Air деп аталады. Keys Air міне сары кнопка немесе батырма. Мысалы Keys Air'ға кірсеңіздер, міне бастапқы мәзір осылай көрінеді. Мысалға оны запускты басасыз. Запускқа бассаңыз, лақтырып жібереді. Запускқа бассаңыз сізге міне сілтеме береді. Сілтемеде яғни интернет арқылы сілтеме. Мысалға міне осы Keys Air берген сілтемені қолдану арқылы, мысалы сіздің кез келген браузеріңізге енгізсеңіз, міне сіздің ұялы телефоныңызға толық синхронизация жасайды. Яғни суреттер, міне фотография, міне видеолар, түсірілген видеолар барлығы бөлініп, міне музыкалар, әуендер және де міне журнал вызовов. Сіз кімге қоңырау шалдыңыз, кімнен қоңырау келді, SMS кімге жаздыңыз, SMS кімнен шықты, барлық осы жерде, барлық ақпарат толық шығады осы жерде. Міне бұл өте ыңғайлы бағдарлама. Бұл Keys Air арқылы сіз ұялы телефоныңызды, яғни Galaxy S2 смартфоныңызды толық басқара аласыз. Міне мысал ретінде суреттер көрейік. Мысалы фотографияға басасыз. Мысалы міне біріншісін ашып көрейік. Міне бірден шықты сол суретіңіз. Сізге керек суретіңіз. Оңға немесе солға бұрсаңыз болады. Осы жерде өзгертілген бүкіл ақпараттар толық бір дегенде өзіңіздің смартфоныңызда өзгертіле береді. Міне өзіңіз смартфоныңызға қарайтын болсаңыздар, осы жерде міне байланысып тұр деген өзінің белгісі бар. Яғни бұны тоқтату үшін міне стопты басасыз. Стопты бассаңыз өшеді. Міне кері басу арқылы толық артқа шығып кетесіз. Міне оң жағындағы батырманы басу арқылы өзіңіз блокқа қоясыз. Сіздердің алдыңызда болған мен Алишер. Сіздердің құлақ үзіп тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Бұл гаджет әлемінде шолу және бұл бүгін біздің қонағымызда болған Galaxy S2 және осы 2011 жылдың ең үздік смартфоны. Егер сіз қандай смартфон алғым келеді деген сұрақпен өте қиналып жүрсеңіздер, сіздерге Galaxy S2-ні алуға кеңес берер едім. Сіздердің алдарыңызда болған қайтадан мен Алишер, арнайы V-блогер кезет айтышым. Осы Galaxy S2 туралы толық ақпаратты сіз төменде оқысаңыздар болады.